Бұл видеода біз сызып алған, құрастырып алған выкрикаларымызды матаға пішіп, сызып, қайшымен қиятын боламыз. Бізге қажетті құралдар булавкалар, осындай бор, бұның орнына сабынды қолдансаңыз да болады ұштап, және қайшы, өзіміздің выкрика, негізгі мата және астарлы подклад мата. Матаға пішпестен бұрын ең бірінші ереже матаны пішуге дайындау қажет. Мысалы, бұл костюмның матасы. Бұның сапасына мен көз жеткізе алмағандықтан, мен бұны бірден жуып, ерінбей үтіктеп алдым. Көбінесе костюмның матасы қатты отыра қоймайды, сол үшін пармен үтіктесеңіз де жеткілікті. Астарлы матаның үстіне марле қойып үтіктейміз, себебі жабысып қалады. Қай матаны қалай тігінге дайындау керектігі туралы пост болады. Сол бойынша өзіңіздің матаңызды тігінге дайындаңыз. Ендеше бастаймыз. Бірінші негізгі матадан белдемшемізді қиып аламыз. Ол үшін матаның оң жағы мен теріс жағын айқындап алу қажет. Мынау бізде кромка. Кез келген матаны сатып алған кезде осындай екі жағында кромка болады. Және біз бұйымды әрқашан осы кромкаға параллель жатқызуымыз керек. Ұзындығына, яғни. Мынау ұзындық. Мынау матаның 1,5 метр болатындығы, бұл ені. Бұлай қоймаймыз ешқашан. Себебі мата ұзындығынан созылмайды, енінен созылады. Сіздерге оңай болу үшін бірден кромкаға параллель, яғни кромкаға параллель ол осылай жатады. Кез келген киім, ол юбка болсын, көйлек болсын, свитшот болсын, свитшоттың қолы болсын, осы кромкаға параллель жатқызамыз. Алды мен артын шатастырмас үшін артқы бойға осындай белгі қалдырып қоясыз, сонда шатаспайсыз. Матаны өзімізге қажетімізше осылай бүктеп аламыз. Мына оң жағы бір-біріне беттестірілген күйде, және матаның мына екі ара қашықтығы бірдей болуына көз жеткізуіміз қажет. Ол үшін сызғышты алып, мына кромканың біткен жерінен бастап есептейміз. Менде 27-де 3. Мына жақта 28. Яғни менде бұл кішкене қате болып тұр. Мына 27-де 3. Енді екі ара қашықтық түзу болды. Ең бірінші ереже осы мата түзу жатуы қажет. Енді сызбамызды алып келеміз. Мынау бізде алдыңғы бой. Алдыңғы бойдың ортасы мына бүктелген жерге дәл жатуы қажет. Жоғар жағынан 1 сантиметр қалдыруымыз қажет. Мысалы қараңыз, мына жерде 1 сантиметрге жетпейді. Сол үшін выкриканы төмен қоямыз. Осылай 1,5 сантиметр, 1 сантиметр артық болуы қажет. Инемен түйреп аламыз. Мынау 70 сантиметрлік белдемше болғандықтан, мен тағы да 10 сантиметр өзіме қосамын, және тігіске қосымша беремін. Осындай борды алып, бастырып шығамыз толықтай. Осылай бастырып келе жатып, мына вытычкаға келген кезде біз бір бұрышын қайшымен қиямыз. Сызып алғаннан кейін мына вытычканы, мына бұрышын бүктейміз. Толықтай бүктеп шығамыз. Осы жерді бастап шығамыз. Осы вытычканы белгілеудің тағы бір жолы, осы сызған жерден 1 сантиметр көтеріп, осылай белгі қалдыру. Сонда арт жағына көшіру өте ыңғайлы болады. Соңына жеткен кезде мен 10 сантиметр тағы да қосамын. Мына жерден сызып қоймаймын. 10 сантиметр қосамын, тек содан кейін сызамын. 10 сантиметр. Сызғышты тура осылай ұстаңыз, сонда түзу шығады барлығы.
Біз негізгі выкрикамызды сызып алдық. Енді тігіске қосымша беруіміз қажет. Ол үшін жоғар жағынан 1 немесе 1,5. Мынау 1,5 сызылып тұр, бірақ маған бұл өте көп. 1 сантиметр сызамын. Жанына 1 сантиметр, етегіне 4 сантиметрді сызып белгілейміз. Енді мына инелерімізді алып тастап, матамызды қиып аламыз. Мына выточканы екінші жағына көшірудің жолын көрсетейін. Ол үшін инені тура ұшына босайды 1 түйреміз, жанына 1 түйреміз, және екінші жанына 1 түйреп аламыз. Теріс қаратамыз екінші жанына. Осы 3 нүктені қосамыз. 1, 2, және мына 3 бұрыш шығып тұрған жер біздің төбесі. Тура осылай сызып шығамыз. Мінекей, алдыңғы бой дайын, және выточкалары көшірілді. Мына жақтағы артық мата бізде қазір белдікке кететін болады. Жаңағыдай тура матаны үнемдеп қолданамыз. Мына жердегі арақашықтықты өлшеп алайық шамамен. 30-35 сантиметр. 30-35 сантиметр. Матамыз түзу жатыр деген сөз. Енді ойланбастан артқы бойды пішеміз. Жоғар жағынан 1-1,5 сантиметр қалдырамыз. Кейде мына астыңғы мата төмен болып қалуы мүмкін. Сол себепті де міндетті түрде тексересіз осылай. Мына видеода көрінбей қалыпты. Бізде мына жақта 1 сантиметр орын қалу керектігі. Бұл артқы бой 2 бөліктен тұрады. Бөлек-бөлек 2 бөлікті қиып аламыз. Мына жанынан 1 сантиметр, жоғар жағынан 1 сантиметр, мына ортасынан 1 сантиметр, төменге қарай қалаған ұзындық және 4 сантиметрді сызып аламыз. Ең бірінші выкриканы бастырып шығамыз. Ұзындығын созып жібереміз. Және дәл ортасында осылай созып аламыз. Менде бұл 70 сантиметр. Мен 10 сантиметр қосам қазір ұзындыққа, және 4 сантиметр тігіске қалдырам. Мінекей мен негізгі выкриканы бастырып шықтым. Енді осы жерде мен 10 сантиметр ұзындыққа қосқандықтан, мына жақтан 10 сантиметрді алып тастаймын. Себебі шлицамыз тым ұзын болып кетеді бұндай жағдайда. Ол үшін шлицаны мен осылай бүктеймін. Тура 7 сантиметрді бағана сызған. Және 22-ні сызып аламын. Оңға қарай 7 сантиметр. Бұның ешқандай қиындығы жоқ. Және ана жақтан да 22-ні белгілеп алайын. Бұдан жоғары 3 сантиметр. Мына аралықты қоса саламыз. Мен өзімнің қалаған ұзындығыма шлицаны қосып алдым. Тігіске 1, 1, 1, 1 және 4 сантиметрді сызамыз. Мен қазір мына бастырған кезде мына шлицамда қосып қиып алғым келіп тұр. Себебі менің белдемшем өте ұзын. Мына шлица артық болмауы да мүмкін. Сол себепті де тура қалай бар, солай бастырып шығамын. Егер маған мынау керек па, осы бойынша тігем. Егер мынау әдемі тұрса, осы бойынша тігетін боламын. 1 сантиметр тігіске қосып шығамын.
Біздің артқы бойымыз толықтай көшірілді, қосымшалар берілді. Мен шлицаны екі түрлі вариантта көшіріп алдым. Енді қиятын боламыз. Ең бірінші мен мына ізгипті қиып тастаймын бөлек, содан кейін негізгі матаны қиятын боламын. Әйтпесе, қазір қиған кезде бұл ізгип кедергі жасауы мүмкін бізге. Мінекей осылай қиып алғаннан кейін мата дұрыс жатады. Содан кейін ғана осылай сызып алған жерді қиятын боламыз. Артқы бой бізде екі түрлі деталь пайда болды. Енді қалта мен белдікті пішейік. Белдіктің ұзындығын және енін қалай есептейміз? Ол үшін стандарт белдіктің ұзындығын шығару үшін оты қосылған 4 см. Бұл ұзындықта сізде потайной замок немесе кез келген замок белдікке шейін белдікті қоса алып кететін болады. Немесе түйме, белдікке бөлек түйме қойғыңыз келсе, немесе мен сияқты осындай шалбардың ілмегін қойғыңыз келсе, оты қосылған 8 сантиметрді сызамыз. Менде бұл 70, қосылған 8. Бұл ұзындығы ені 10 немесе 12 сантиметр болады. Яғни белдік дайын түрінде 4 сантиметр болғаны қаласаңыз, 4 сантиметр, 10 сантиметр сызасыз. Егер 5 сантиметр ені болғаны қаласаңыз, 12 сантиметр сызасыз. Яғни 5 қосылған 5, қосылған 1 сантиметр жан тігісіне, тағы 1 сантиметр екінші жан тігісіне кетеді. Енді меніңкінің ұзындығы 78, ені 12 болатын 4 бұрышты қиып аламын. 39 ұзындығы. Осылай сызамыз. Ені 12 сантиметр. Мына жерлерде түзу сызылған екен, жоғары жағы. 12-ні жоғарыдан төмен есептейміз. 12, 12, 12, 12. Мінекей біздің белдігіміз дайын. Енді осыны қиып аламыз. Мінекей, мына жерге жетеді екен. Мен мына кромканы есептемедім. Біз әрқашан оны қиып тастаймыз. Оны тігіске, матаға қоспаймыз мүлде. Барынша матаны үнемдеп сызатын боламыз. Мына жердегі бұрышты қоспаймыз, тек осылай бастырып шығамыз. Мінекей бастырып шыққаннан кейін мына екі қалта қосылатын жерге осылай белгі қалдырамыз кішкене, және мына жерге де белгі қалдырайық. Бұл кейін белдемшені қалтаны беттестіргенде түзу сай керуіне көмектеседі. Мінекей негізгі матадан екі қалтаны қиып аламыз қазір. Оң жағы бір-біріне беттестірілген, кромкаға параллель. Мына бұрышты да қоса сызып қиюымыз қажет. Мына негізгі сызық мына кромкаға параллель жатуы қажет. Енді мына бағана сызып белгі қалдырған екі жерді кішкене тіліп аламыз. Кішкене ғана. 2 миллиметр дейді. Мына жерден де. Мына негізгі матадан тура солай қиып аламыз, кішкене тіліп аламыз. Осылай. Мінекей осындай қалта болады. Және мына жерде